настоящее время Oppo является вторым по величине брендом смартфонов в Китае и четвертым по длине в мире. Более 200 миллионов потребителей используют смартфоны Oppo. Қазақстандықтар Oppo компаниясы жасап шығарған смартфондардың жаңа нұсқасын қолдана алады. Телефонның ерекшелігі түнгі уақыттағы түсірілімдердің анық, жарық, сапалы болып шығуында. Сондай-ақ смартфонды 10 минуттың ішінде 40%-ға дейін қуаттай аласыз. Oppo'ның бұл сериялары Қытайда ең көп қолданыстағы смартфондар. Енді ол Қазақстанда да пайда болды. Және тұтынушылары жастар болады деп ойлаймыз, жастарға арналған. Енді түнде де күндізгідегідей суреттер түсіре беруге болады. Түн нұрына бөлен бұл смартфон слоганы қызықтырамай, ендеше жағымды жаңалық. Oppo'ның R нұсқасы елімізде бір аптадан кейін сатылымға енеді. Бүгін Қазақстанда Ericsson 7 Pro моделіміздің көрсетілімін өткіздік. Сондай-ақ Neo нұсқасы жайлы да ақпарат бердік. Телефон түнде түсірілім жасауға бағытталған. Телефонның слоганы да түн нұрына бөлен деп аталады. Қазақстандықтар елде телефонды 16 қарашадан бастап сатып ала алады. Ericsson 7 Pro'ның бағасы 299.900 теңге, ал Ericsson 7 Neo 169.990 теңге тұратын болады. Жаңа инновациялық туындыны таныстырудан бөлек келген қонақтар арасында ойын ойнатылып, бағалы сыйлықтар табыс етілді. Сондай-ақ шараның жұлдызы қонақтары Орда тобы өнер көрсетті. Көрсетілімнің өте жоғары деңгейде өткенін байқаған боларсыздар. Рахмет Oppo. Ендігі кезекте жаңа смартфондардың елімізде сатылымға шығуын күтеміз.